Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 148-ші сабағымызды бастаймыз. Тік бұрышты параллелепипедтің көлемі мен қырының ұзындығын табуға берілген есептерді шығару. Тік бұрышты параллелепипедтің көлемі мен қырының ұзындығын табуға берілген есептерге талдау жасайсың және шығарасын. Бірінші есеп: 1/3 бөліктен құралған параллелепипедтің ұзындығын енінің биіктігін тап, оның көлемін есепте. Мысалы, бізде ұзындығы 4 дециметрге тең, мінекей. Ал ені табу үшін біздер қараңыздар. Былай 2 дециметр, былай 1 дециметр және 1 дециметр қосқан кезде 2 дециметр шығады. Биіктігін табу үшін қараңыздар. Бізде былай 2 дециметр болады және оған 1 дециметрді қосамыз, сонда деген жалпы 3 дециметр шығады. Көлемін табу үшін ұзындығы енінің биіктігін көбейтеміз. Қараңыздар, бізде деген осындай кішкентай параллелепипедтің көлемі берілген, иә, оның ұзындығы ені биіктігі қанша деген сияқты. Осындай үшеуін құрастырған, үшеуін құрастырғанда біз осы үлкен параллелепипедтің көлемін табуымыз керек. Сондықтан оның деген ұзындығын енінің биіктігін жаңа қосу арқылы ойлап тапқан болатынбыз. Енді ұзындығы енінің биіктігін көбейтеміз, сонда бізде 4 2 8, 8 24, 24 дециметр куб шығады. Жауабы параллелепипедтің көлемі 24 дециметр куб. Екінші есеп: есептерді шығар. А нұсқасы: бөлменің ұзындығы 6 метр, ені 5 метр, биіктігі 3 метр. Бөлмеде қанша куб метр ауа бар? Көлемін табу үшін көбейтеміз. 6 5 30, 33 көбейткенде 90 шығады. 90 метр куб. Жауабы: бөлмеде 90 метр куб ауа бар. А нұсқасы: бөлме еденінің ауданы 24 метр квадрат. Егер көлемі 96 метр кубқа тең болса, осы бөлменің биіктігі қанша? Мінекей, ауданы берілген, көлемі берілген. Бізде қараңыздар, биіктігін табу үшін көлемін ауданына бөлуіміз керек. Сонда 96-ны 24-ке бөлгенде 4 шығады. Жауабы: бөлменің биіктігі 4 метр. Үшінші есеп: кесте бойынша есеп құрастыр және шығар. Мысалы, бізде ұзындығы 28 метр, ені 13 метр, биіктігі 2 метр. Көлемін табу керек. 28 метр көбейтілген 13 метр көбейтілген 2 метр көбейткенде 728 метр куб шығады. Жауабы: параллелепипедтің көлемі 728 метр куб. Келесі, бізде ұзындығы берілген 45 дециметр, ені 2 дециметр, биіктігі 1 дециметр, көлемін табамыз. 45 көбейтілген 2 көбейтілген 1, 90 дециметр куб шығады. Жауабы: параллелепипедтің көлемі 90 дециметр куб. Келесі, бізде ұзындығы 40 сантиметр, ені 23 сантиметр, көлемі 27600 сантиметр куб, биіктігін табуымыз керек. Биіктігін табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз, оны көлеміне бөлеміз. Бөлген кезде 27600-ді 920-ға бөлгенде 30 сантиметр шығады. Төртінші есеп: есепті шығар. 1 метр квадрат қабырғаны сырлауға 250 грамм бояу жұмсалады. Ұзындығы 9 метр, ені 6 метр және биіктігі 3 метр болатын гараждың қабырғасын сырлау үшін қанша бояу қажет? Қараңыздар, бізде қабырғасының аудандарын табу керек. Мысалы, үлкен қабырғасын табайық, иә. Ол деген ұзындығы 9 метр, былай енін қараған кезде бұл 3-ке тең. 9 мен 3-ті көбейтеміз. Ол 27 болады. Мінекей, мына жері 27 метр квадрат. Және осыған бірдей екінші жағы бар да, міне тағы да үлкен екінші жағы бар. Осы мінекей мына кішкентай жағы бар. Ол үшін 6 мен 3-ті көбейту, ол бізде 18 болады, 18 метр болады. Мінекей мына бергі жағы, сосын арғы жағы көрінбей тұрған. Соның барлығын аудандарын қосуымыз керек. Олай болса, формуласы мындай: біздер А көбейтілген С қосқан Б көбейтілген С, осыны 2-ке көбейтуіміз керек, себебі үлкен 2 қабырғасы бар, кішкентай 2 қабырғасы бар. Енді осы А, С, Б, С деген сияқты әріптердің орнына сандарын қоямыз. А-ның орнына 9 қоямыз, мінекей. С-ның орнына 3 қоямыз дегендей, барлығын формула бойынша қоямыз да есептейміз. 9 3 27, 6 3 18, қосқан кезде 45 шығады. 2-ні 45-ке бөлген 90 шығады, 90 метр квадрат. Енді қараңыздар, бізде 90 метр квадрат аудан бар, қабырғаның ауданы осындай. Енді әр метр квадраттан 250 грамм бояу жұмсалады деп айтты. Сондықтан 250-ге көбейтеміз, сонда бізде 22500 грамм шығады. Ол бізде 22 килограмм 500 грамм болады. Жауабы: гараждың қабырғасын сырлау үшін 22 килограмм 500 грамм бояу қажет. Төртінші есеп: өрнектердің мәнін тап. Қараңыздар, бізде не істеуіміз керек? Бірінші амал, шақшадағы амалдарды орындаудан бастаймыз. Бірінші бізге мына жерге көбейту керек. Көбейткен кезде 7004 шығады. Екінші бөлуді орындаймыз. Ол кезде 204 шығады. Енді үшінші амал, осыны қосамыз. Қосқан кезде 7208 шығады. Одан кейін төртінші амал, мына азайтуды орындаймыз. Шақшадағы азайтқан кезде 4848 шығады. Одан кейін ары қарай бөлуді орындаймыз. Бөлген кезде 808 шығады. Алтыншы амал, 93-ке көбейтеміз. Ол бізде 75144 шығады. Одан кейін жетінші амал бар бізде. Ол бізде көбейту, мінекей.
көбейтуді орындаймыз. Мінекей 25-ті 7208-ге көбейтеміз, ол бізде 180.200 болады. Және соңғы амал бізде азайту. 180.200 азайтылған 75.144. Ол бізде 105.056 шығады. Мінекей 105.056 деп жазайық. 105.056. Келесі. Бізде бірінші амал азайтуды орындаймыз. 900 азайтылған 669, ол бізде 231 болады. Одан кейін жақшадағы амалды орындаймыз. 8 көбейткен 25, ол бізде 200 болады. Одан кейін екеуін бір-біріне көбейтеміз. 231-ді 200-ге көбейтеміз. 46.200 болады. Үшінші амал. Одан кейін төртінші амал бізде бөлу бар, бөлуді орындаймыз. Бөлген кезде 569 шығады. Одан кейін бесінші амалымыз тағы да бөлу бар. Бөлген кезде 201 шығады. Алтыншы амал қосамыз. 569 қосылған 46.200, ол бізде 46.169 шығады. Және жетінші амал азайтамыз. 46.169 азайтылған 201, ол бізде 46.568 шығады. Алтыншы амал. Алтыншы есеп. Тапсырманың орнында А нұсқасы. Қабырғалары 6 см болатын шаршысыз. Осы шаршының 3/1 бөлігін боя. Шаршының ауданы мен периметрін және оның боялған бөлігінің ауданы мен периметрін тап. Мінекей шаршының сызбасын саламыз. Қабырғасы 6 см тең. Оны 3/1 бөлігін боя деп айтты. 6-ның 3/1 ол бізде 2-ге тең, иә? 2 см, 6-тан 2 қалғанда 4 шығады, 4 см болады. Боялмаған жері. Қараңыздар, ұзындығын жазып қойдым. Одан кейін периметрін табу керек, ауданын табу керек. Одан кейін боялған бөлігінің периметрін табу керек, боялған бөлігінің ауданын табу керек. Енді қараңыздар, бірінші жалпы аудан табайық. Ол үшін 6-ны 6-ға көбейтеміз, 36 см квадрат шығады. Периметрін табу үшін қабырғасын 4-ге көбейтеміз, 24 см шығады. Одан кейін боялған бөлігінің ауданын табу үшін 6-ны 2-ге көбейтеміз. Ол бізде 12 см квадрат болады. Одан кейін боялған бөлігінің периметрін табу үшін есеміз. Мына жерде 6-ға 2-ні қосамыз. Одан кейін оны 2-ге көбейтеміз формула бойынша. Сонда бізде 16 см шығады. Жауабы шаршының ауданы 36 см квадрат, периметрі 24 см, боялған бөлігінің ауданы 12 см квадрат, периметрі 16 см. А нұсқасы. Диаметрі 5 см болатын шеңберсіз, оның жартысын боя. Диаметрі 5 см, радиусын табу үшін оны 2-ге бөлу керек. 5 см 2-ге бөлгенде, 5 см ол бізде 50 мм болады, оны 2-ге бөлгенде 25 мм болады, оны немесе 2 см 5 мм деп жазсақ болады. Ол болса шеңберімізді саламыз, радиусы 2 см 5 мм болу керек, диаметрі 5 см болу керек. Жетінші есеп. Кесте бойынша өрнектер құр және жаз, олардың мәнін тап. Бізде қосылғыштар беріледі, біз оларды қосуымыз керек. Мысалы, 7256 көбейткен 31. Ол бізде 224.936 шығады. Оған біздер 42.250-ді қосамыз, ол бізде 267.186 шығады. Келесі, 11.661 бөлінген 23 қосылған 25.898. Бөлген кезде 507 шығады. 507-ге 25.898-ді қосқан кезде 26.405 шығады. Келесі, 156-ны 26-ға бөлеміз, ол бізде 6 шығады. 11-ді 265-ге көбейтеміз, 2915 шығады. Оларды қосқан кезде 2921 шығады. Келесі, 45.689 қосылған 258.962 азайтылған 356. Мінекей, азайтуды орындаймыз, азайтқан кезде 258.606 шығады. Оларды қосқан кезде 304.295 шығады. Келесі, бізде бірінші амал, бізде азайғыш және азайтқыш беріледі, біздер айырманың мәнін табуымыз керек. Бірінші, 282-ні 156-ға көбейтуіміз керек, 43.992 шығады. 136.576-ны 64-ге бөлген кезде 2134 шығады, оларды азайтқан кезде 41.858 шығады. Келесі, 456-ны 24-ге көбейтеміз, ол бізде 10.944 шығады. 10.635-ті 15-ге бөлеміз, 709 шығады, оларды азайтамыз, 10.235 шығады. Келесі, бірінші бізде 14.625-ге 535-ті қосамыз, ол бізде 15.160 шығады. Одан кейін 8.524-ті 2-ге бөлеміз, 4.262 шығады, оларды азайтқан кезде 10.898 шығады. Келесі, 2630-ды 3-ге көбейтеміз, ол бізде 7.890 шығады. Одан кейін 100 мыңнан 7.890 азайтқан кезде 92.110 шығады. 8-ші есеп, есепті шығар. Балалар жұқа тақтайдан өлшемі суретте көрсетілгендей тікбұрышты параллелепипед түріндегі жер серігі моделін дайындады. Қай модельге жұқа тақтай артық жұмсалады және қаншаға артық? Бізде, мысалы қараңыздар, ұзындығы 40 см, ені 30 см және биіктігі 50 см дейді. Енді біздер оған қанша жұқа тақтай қажет екенін табуымыз керек. Біз ол үшін оның деген аудан табуымыз керек. Қараңыздар, бізде деген мысалы бір жағы бар, мысалы, міне жаны
сол жағын айтайық та, мысалы соны аудан табу керек, одан кейін табанын аудан табу керек, табанын, одан кейін бергі жағын аудан табу керек. Осының барлық аудандарын қосамыз да оны екіге көбейтеміз. Себебі олардың мысалы деген табаны екеу, мысалы бергі ауданы мен арғы ауданы бірдей да, екеуі бірдей. Сондықтан барлығын екіге көбейтуіміз керек. Сонда деген 40-ты 30-ға көбейтеміз, қараңыздар, 1200 болады, 30-ды 50-ге көбейтеміз, 1500 болады, 40-ты 50-ге көбейтеміз, 2000 болады, барлығын қосып 2-ге көбейтеміз, сонда 9400 сантиметр квадрат шығады. Келесі ән нұсқасы бізде ұзындығы 40 сантиметр, ені 20 сантиметр, биіктігі 30 сантиметр. Жаңағы формула бойынша шығаратын боламыз. 40-ты 20-ға көбейтеміз, 40-ты 30-ға көбейтеміз, 20-ны 30-ға көбейтеміз, барлығын қосамыз. Сонда деген барлығын қосып 2-ге көбейткен кезде 5200 сантиметр квадрат шығып тұр. Олай болса, енді біздерге айтқан болатын, қай модельге жұқа тақтай артық жұмсалады және қанша артық деді. Біздерге деген оларды азайтуымыз керек. Мінекей бізде 9400 сантиметр квадрат шықты мінекей мына жерде, ал екіншісінде 5200 сантиметр квадрат шықты. Олар бір-біріне азайтамыз. Азайтқан кезде 4200 сантиметр квадрат шығады. Жауабы бірінші модельге 4200 сантиметр квадратқа артық тақтай жұмсалды. 9-шы есеп. Сызбада неше тіктөртбұрыш бар? Егер боялған бөліктердің ауданы 25 мм квадрат болса, онда тіктөртбұрыштардың ауданы қанша? Мысалы, мына жерде 16 бөлік бар, 16 бөлікке бөлінген. 16-тан бір бөлігі 25 мм квадрат, толық ауданы қанша миллиметр квадрат? 25-ті 16-ға көбейтеміз, ол жерде 400 шығады. Жауабы толық ауданы 400 мм квадрат. Келесі, бізде мысалы неше бөлік бар мына жерде? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мына жерде 9 болса, мына жерде 8 болады, 9-да 8 болса 17. 17-тен бір бөлігі 25 мм квадрат. Біздер енді толық аудан тауып отырмыз мына жерде. Толық ауданы қанша? Ол үшін 25-ті 17-ге көбейтеміз, ол бізде 425 болады. Жауабы толық ауданы 425 мм квадрат. 10-шы есеп. Өрнектің мәнін есепте. 75-ті 26-ға көбейтеміз, 1950 болады, оны 65-ке бөлген кезде 30 шығады. 96-ны 35-ке көбейтеміз, 3360 шығады, оны 42-ке бөлгенде 80 шығады. 147-ні 48-ге көбейткенде 7056 шығады, оны 84-ке бөлгенде 84 шығады. 35-ті 17-ге көбейтеміз, 595 болады. 635-тен 595 азайтамыз, оған 83-ті қосамыз, 120 шығады. 11-ші есеп теңдеулерді шеш. 8y азайтылған 345 тең болады 455. 455-ке 345-ті қосамыз, 800 болады. Y табу үшін 800-ді 8-ге бөлеміз, ол бізде 100-ге тең болады. Y-дің орнына 100-ді қоямыз, 8-ді 100-ге көбейтеміз, одан 345 азайтқан кезде 455 тең болады 455-ке. Келесі 630 бөлінген жақшаның ішінде 150 азайтылған x жақшыралған тең болады 70. Біздер 150 азайтылған x деп жазамыз, 630-ды 70-ке бөлеміз, бөлген кезде 9 шығады. X табу үшін 150-ден 9 азайтамыз, ол бізде 141 шығады. X орнына 141-ді қоямыз, есептейміз, 70-ке тең болады. Келесі 35 қосылған жақшаның ішінде b қосылған 165 жақша жабылған тең болады 658. Біздер 658-ден 35 азайтамыз мінекей. Ол бізде 623 шығады. Одан кейін b-ны табу үшін 623-тен 165 азайтамыз, ол бізде 458 шығады. B-ның орнына 458-ді қоямыз, тексереміз. 658-658-ге тең болады. Келесі 400 көбейтілген жақшаның ішінде x азайтылған 5 жақша жабылған тең болады 10.000. Біздер 10.000-ды 400-ге бөлеміз, ол бізде 25-ке тең болады. X табу үшін 25-ке 5 қосамыз, ол бізде 30-ға тең болады. X-ның орнына 30-ды қоямыз. 30-дан 5 алғанда 25, 400-ді 25-ке көбейткенде 10.000-ға тең болады. 12-ші есеп. Тапсырманы орында есепті практикалық тәсілімен шығарып көр. Үстел үстінде бесбұрыштар мен тіктөртбұрыштар жатыр. Олардың барлығы 27 төбесі бар екендігі белгілі. Үстел үстінде қанша бесбұрыш пен тіктөртбұрыш жатыр? Қараңыздар, бізде бесбұрыш болса, оның 5 бұрышы бар, 5 төбесі бар деп айтуға. 5 төбесі бар. Тіктөртбұрыш болса, 4 бұрыш болса, оның 4 төбесі бар дегендей. Бірақ олардың әрқайсысы нешеу екені белгісіз. Сондықтан да біздер оны мысалы x-қа көбейтеміз, мысалы 5 бұрыштарды, 4 бұрыштарды y-қа көбейтеміз, барлығы 27 төбе бар. Енді қараңыздар, осы теңдік орындалу үшін бізде деген x-ның орнына 3 қою керек, y-ның орнына 3 қою керек. Сол кезде ғана бұл теңдік орындалады. Сонда деген x-ның орнына 3 қойған кезде 5 3 15, y-ге 3 қойған кезде 4 12, 15-ке 12 қосқан 27 шығып тұр. Олай болса, бізде 5 бұрыштың саны нешеу? 3-еу, және тіктөртбұрыштың саны 3-еу. Келесі 13-ші есеп. В тең болады а көбейтілген б көбейтілген с формуласының көмегімен есепте. Егер а тең болады 3 дециметр, б тең болады 4 дециметр, с тең болады 5 дециметр болса, көлемін табу керек. Көлемін табу үшін көбейтеміз 3 4 12, 12-ні 5-ке бөлгенде 60 шығады. Жауабы параллелепипедтің көлемі 60 дециметр куб.
келесі ән нұсқасы. Бізде көлемі берілген 2184 сантиметр куб, ені 12 сантиметр, биіктігі 13 сантиметр. Бізге оның ұзындығын табу керек. Ұзындығын табу үшін біздер көлемін ені мен биіктігінің көбейтіндісіне бөлеміз. 12-ні 13-ке көбейтеміз, 156 шығады. 2184-ті 156-ға бөлгенде 14 шығады. Жауабы параллелепипедтің ұзындығы 14 сантиметр. Келесі Б нұсқасы. Бізде көлемі 9200 сантиметр куб, ұзындығы 20 сантиметр, биіктігі 25 сантиметр. Бізге енін табу керек. Бізде айтады, А көбейтілген Б көбейтіндісінің мағынасы қандай? Бізде А көбейтілген Б деген ол ұзындығы енін көбейткен кезде бізде аудан шығады, оның мағынасы ауданын табу керек. Енді қараңыздар, бізде мына жерде енін табу керек. Ол үшін біздер ұзындығы мен биіктігін көбейтеміз де, оны көлеміне бөліп жібереміз. 23-ті 25-ке көбейткенде 575 шығады. 9200-ді 575-ке бөлген кезде 16 шығады. Жауабы параллелепипедтің ені 16 сантиметр. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.